Dəryetimizді alып, dəryeті алу бауырлар құманды алып, әжетханаға кіріп шыққаннан болмайды. Дәрет алу деген жүзімізді жуамыз, қолымызды шынтақпен қосып жуамыз, басымызға мәсік тартып, аяғымызды тобықпен қосып жуамыз. Міне дәрет деген осы. Ал біздер болса құманды алып, әжетханаға кіріп шығып, дәрет алдым дейміз. Қандай өкінішті, біз мұсылман емеспіз ба? Мұсылман болғандықтан осылай болуымыз керек. Қараңыздар, соны білмегеннің себебінен қанша уақытымыз кетіп жатыр да, жуындырып кебіндеуімізге. Біз оны әрқайсымыз біліп жүруіміз керек. Біз отырып алып телефоннан өсекті, біреуді жамандап жатқанды, біреуді шұқылап, біреудің құлап қалғанын көрмей, жақсы нәрсені көруіміз керек екен ғой. Міне, біз тек қана жаманды көріп үйренгенбіз. Жақсыны көзіміз көре алмайды не? Өйткені жақсы бізге ауыр, нәпсімізге ауыр. Сол себепті бауырлар, бұл бәріміз ертең өтеміз естіп дүниеден. Бәріміздің артымыздан осылай халық жиналады. Соның ішінде біреулер тұрады. Дәретінде білмей, жаназаға, сол жаназа дұрыс бола ма? Жоқ, дұрыс болмайды. Қараңыздар, бұл дүниеден дейді, өткенде дейді, 40 адам намаз оқушы жаназаға тұрса, ол адамға жаназа уәжіп, жаннат уәжіп дейді да. Ал қараңыздар, ал біздің ішімізде қазір осы жерде қанша адамның ішінде біз 30-ымыз бармыз ба намаз оқитын бес уақыт? Жоқ, өйткені біз келесі бауырымызға жанымыз ашымайды. Ол жаннатты болсын демейміз. Ол жаннатты болсын десек, әрқайсымыз намазымызды, 5 уақыт намазымызды оқып жүруіміз керек. Сонда біз 40 адам болып бір кісінің жаназасына намаз оқыған, намазхан кісілер тұратын болсақ, ол кісіге жаннат уәжіп болады екен. Қараңыздаршы міне. Біз сондай әлсізбіз неге? Біз нәпсімізге еріп кеткенбіз. Нәпсімізді жеңе алмаймыз да, мен мықтымын, мықтысың ба? Түнде тұрда намазға шықшы, жай намазға. Міне сонда сен мықтысың. Ашын отырып аламыз да, мен мықтымын дейміз. Тапқан табысыңмен Алла Тағала беріп қойған соны. Ал сол кезде, дәл сол сәтте мылқау қойса не істейсіз?